қалайсыздар? Енді алдынан бері Айлинді сторисқа немесе тиктокқа салған кезде көп сұрайды, Айлиннің түрін қашан көрсетесіз, тезірек көрсетіңізші, 1 жастан асты ғой деп. Енді Эмирді туғаннан кейін 40-нан шығарғаннан кейін сразу көрсетіп тастадық. Енді Айлинді көрсетуге сәл қорқам, өйткені қыз бала нәзік жанды болып келеді. Көз тіл деген нәрсе бар деп, енді Эмирде де болды ғой көз тіл деген нәрсе, бірақ сенбедік та. Бірақ Эмир ол кезде кішкентай кезінде көп ауырған болатын. Сол үшін Айлинді мен лучше көрсетпеймін деп осы уақытқа дейін жүрдім. Енді 1 жас 3 айдан асып жатыр. Бұйырса жақын арада көрсететін боламын. Но деген нәрсе бар. Айлинмен бірге видео салатын кезде бірге видео түсірейік деп Құршат өткенде ұсыныс жасаған болатын. Бірақ мен ол нәрсеге келіскен жоқпын. Өйткені мен Турцияда жүрген кезімде екеуміз қатты ұрсып қалдық, 1 сағат 3-4-тердің кезінде. И Айлиннің фотосын мен рұқсатынсыз салып тастайды Инстаграмна. Маған манипуляция жасайды солай. Мен фотоны алып таста деп жалынып, все хорошо деп айтқанына келісіп сөйттім. Сөйтіп, мен ойлаймын да, енді болашақта біз қосылатын адамдар емеспіз. Не үшін мен онымен видео түсіруім керек? Ладно, ол әкесі бөлек, өзі қызымен видео түсіргісі келе ма, алсын, бөлек түсірсін. Мен қызымен бөлек пост салам деген сияқты. Білмеймін енді кімдікі дұрыс, мен өзім шешім солай. Сіздер қалай ойлайсыздар? Жырым естіп, көмектесіп. Біз енді өзіміздің постоянно келетін жеріміз, ол ака Заки қарындасшы болды, осы жаққа келеміз. Адресы Абая 89, және Тугишқа жазсаңыздар болды ғой, бүкіл адрес шығады. Бүгін бізде қонақта Айгүл ханым. Есік ашсын, күтіп тұрмын сені. Өзім рекламасақ, өзім ашып кіргіземін. Енді мына жақта көп кісілер, мен де айттым ғой, мен де Айгүл дедім ғой деп атқан кісілер. Ең алдымен уақытқа қараңыздаршы, мен салдым ғой жаңа 14-33-те жазған, ең алғашқы Бека жазған. Бека дегеніміз өзіміздің қослай жобасы қатысушысы. Ол бәле біліп тұр ғой, ол видеодан сразу даусынан танып қалып отыр ғой даже. Сол себепті сторисы жақсылап қарап отырсаңыздар, негізінде тіркеліп қойыңыздар, постоянно қараңыздар, күнде ақша ойнатып отырамын осылай. Қызық болу үшін, сіздерге де кішкене бір позитив болу үшін дегендей құры сторис қарап қана қоймайсыздар, зато ақша енді бір оп-оңай нәрсе ғой, бір ойын ойнамайсыздар. Сторис көрдіңіз, білетін нәрсеңізді айта саласыз, бұл дәп түссеңіз ақша тоғаласыз. Мен анашым және братишкам саябақта жүрміз. Тек қана қазақша сөйлейінші, мама. Таза қазақша сөйлейін. Түрме мән бермеңіздер, теріліп кеткенмін, кәдімгідей спортпен айналысып жүрмін. 2 аптаның ішінде 2 килограмм тастадым, Құдайға шүкір. Сол мамам сәл бір шалбар киме қапты. Енді маманы да шығардым, енді мама азыңыз депші, өзінше фитнес тренер болып жүрмін ғой. Өзім мақтанып мен азып жатырмын, сендер неге жатырсыңдар деп бәрін шығардым. Братишкамның да артық салмағы бар, оған билік айтатқыз ғой. Билік айта жүрмін. Супер, попер семейка болайын деп тұрмыз ғой, фигурамыз зың болып. Хочу для вас снять завтра все рилсы по поводу волос, по поводу витаминов, потому что я сегодня собирала целый день информацию, поэтому всем спокойной ночи. Я думаю, завтра будет очень полезный сторис, или я думаю, правильно будет снять рилс. Вот, что вы могли любое время зайти и посмотреть комфортное для вас видео, где будет очень полезно. Всем спокойной ночи. Я сейчас встану и смою косметику. Все. Окей, что стар, қалайсыздар? Біз әдеттегідей ручкамен тағы паркке келдік. Және де композитор мырзамен тағы да бір жоспарлар құрып жатырмыз. Бұйыртса алдағы уақытта жаңалықтар болады деп. Бірақ айтатын нәрсе көп негізі. Бірақ та орындалып болғаннан кейін айтайық. Сол, өзіңізді істеп жатсыздар. Өзім сендерден кейін жеймін ғой, мен сендер тойыңдашы бұл. Старшыға, младшыға, кішкентай саған беріп отыр. Ой, қадат жатыр. Қылдай болсын, енді зорын берем саған да, деп көрін бе? Қадат жатыр. Старшыға.
қайнаған болса әлі 2,5 беріп жатырмын көрдіңдер ме? Әзір жайлап. Ой, міне. Бұйыртып. Жолда әңгелек жеп жатырмыз. Бір кісі әңгелек қатты жақсы. Рахат болсын. Bir шетінен шаршайсың жолда жүріп. Bir шетінен ел көресің, жер көресің. Неше түрлі адамдар көресің. Соны бір ауыз айтып тастайын.